Теріскейдегі Ботай қонысынан адамның бас сүйегі табылды. Дәл мұндай жәдігер өткен ғасырдың 80-ші жылдары анықталған еді. Содан бері қазба жұмыстары барысында кісі қаңқасы мүлдем кездеспеген. Аталған қоныста жүздеген адам өмір сүргенін ескерсек, оларды қайда апарып жерленгені әлі күнге жұмбақ күйінде қалып отыр. Тілшіміз Дамир Берікұлының бейнематериалы. Археологтар үшін үлкен олжа болған бас сүйек Айыртау ауданының Никольский ауылы маңынан табылыпты. Ол шамамен 40 жастағы адамға тиесілі дейді мамандар. Қазір жәдігер Алматыда қалыпқа келтіріліп жатыр. Ал онан соң жан-жақты зерттеу үшін Башқұртстанның Уфа қаласындағы арнайы сараптама орталықтарына жіберіледі. Сейчас самое основное. Қазір біздің басты міндетіміз осы бас сүйекке ДНК сараптамасын тағайындап, оның нақты кімге тиесілі екенін, сондай-ақ сол адамның тегі мен жынысын анықтау. Ал одан кейін пластиканың көмегімен бұл басқа бет жасатып, 6000 жыл бұрынғы ботайлықтың түр келбетін көрсек дейміз. Ал 1983 жылы табылған бас сүйектің де өз ерекшелігі бар. Онда екі ойық жасалған. Бұл хирургиялық операцияның іздері. Сондықтан Ботай мәдениетін мекендеген адамдар медицинаны ерте меңгерген дейді археологтар. Алайда олар жайлы толық зерттеуге мүмкіндік болмай тұр. Себебі қазба барысында кісі сүйегі мүлдем кездеспейді. Бір тұрғын үйде жалпы шамамен орта есеппен есептегенде 30 адам тұрған. Жалпы бір қоныста 500 қонысқа дейін болған. Енді есептесеңіз, яғни сол кезеңде көп адам бір қоныс болып өмір сүріп жатқан. Бірақ олардың барлығының қаңқалары, сүйектері, қалдықтары қайда қалғаны әлі күнге дейін бізге құпия болып келеді. Жалпы Ботай мәдениетінің қоныстарынан бүгінге дейін 2000 шаршы метрден астам аумақ қазылып, ол арадан 4,5 мыңға жуық жәдігер табылған. Зерттеу жұмыстары 40 жылдан астам жүргізіліп келеді. Бірақ осы аралықта тек 2 адамның ғана бас сүйегі кездескен, ал қалған дене мүшелер мүлдем жоқ. Табылатыны үнемі жылқының қаңқасы. Осы жәйттердің бәрі археологтардың қызығушылығын арттыра түскен. Бұйыртса биыл бұл маңай одан әрі зерттеледі. Археологиялық қазба жұмыстарына өскелек ұрпақты да қызықтыру үшін мұндағы мамандар Ботай қорық музейінің бір бұрышынан мындай инсталляция жасап қойған. Бұл жерде оқушылар келіп, алысқа бармай-ақ, осы жерден ақ даладағы қазба жұмыстарының қалай жүргізілетінін өз көздерімен көріп, тікелей қолмен ұстап сезіне алады. Мәселен, мына топырақтың астында түрлі сүйектер, түрлі қыш құмыралардың сынықтары жасырылған. Соны қалай дұрыс қазып алуды көрсетеді мамандар. Мәселен, мына бір қыш ыдысты біз қазып алайық. Өте мұқият болу керек. Себебі қандай да бір жәдігерді қазып алу барысында оны зақымдап алмау маңызды. Ал Ботай мәдениеті жайлы қызықты деректерді халыққа жеткізіп, тарихымызды көпшілікке таныту үшін осы жазда Лабанов ауылының жанынан визит орталық салынады. Оның ғимараты таға бейнесінде бой көтермек. Одан бөлек алдағы жылдары Никольский елді мекенінен, яғни Ботай қонысының дәл іргесінен археологтар үйінің құрылысы басталады. Ал онда ғалымдардың зерттеу жұмыстарымен айналысуына барлық жағдай жасалмақ. Дамир Берікұлы, Виктор Полянный, Солтүстік Қазақстан облысынан, Хабар 24.